Саламатсыздар ма? Бүгін біз егов порталына баламыздың тіркеуді үйренетін боламыз. Баламыздың иінін тіркеуді үйренетін боламыз. Ол үшін егов мобайл деген приложение бастырып аласыздар. Оны Play Market'тен немесе App Store'дан бастырсаңыздар болады. Мына жерде міне менде мынандай точка тұр. егов мобайл деп жазылып тұрады. Осыны басамыз. Және де осы жерде бізге профиль. Біз енді регистрация жасап қойған болатынбыз. Сіздер жаңадан басып алсаңыздар, онда регистрация деп жасап номерлеріңізді тіркейсіздер өздеріңіз. Ол қиын емес. Одан кейін профиль ашқаннан кейін, регистрация жасап болғаннан кейін профильге өтесіздер. Осы жерде семья деп тұрады, немесе қазақша тіл болса, сіздерде жанұя деп тұрады. Соны басасыздар. Міне, семья дегенге кіреміз. Осы жерде бізге керектісі сведения о детях, балалар туралы ақпарат немесе. Бұл жерде міне, по вашему ребенку отсутствуют данные дейді. Менің де балаларым тіркелмеген екен. Мысалы, осы жерде енді қараймыз. Добавить ребенка деп тұр астында. Осыны басамыз. Міне, добавить ребенка. Введите иін вашего ребенка дейді. Сіздің балаңыздың иінін сізде егер оңай жолы иінін алудың. Мен көрсетіп жүрген осыда. Так, неге кіресіздер Каспи приложениеға? Сосын госуслугиді таңдайсыздар. Керек ақпарат бұл да негізі. Біреу білсе, біреу білмейді. Так, госуслуги, потом цифровые документаға кіресіздер. Осы жерде міне төменге қарай барасыздар. Сол кезде балаларыңыздың свидетельство о рождениелары тұрады. Туу туралы куәліктер тұрады. Осылардың каждыйын ашып, иіндерін көшіріп алсаңыздар болады. Немесе бағанағы кәдімгідей не болады, үйде кәдімгідей көк түсті туу туралы куәлік деген құжат болады. Соны ашып, оңайда болса, соны ашып, иіндарын жазасыздар. Мысалы, мен қазір тіркеп көрсетейін. Так. Иін. Міне, иінді жазып болғаннан кейін, Так, 170. Добавить деңіздер сразу. Так, 170. 301. Добавить. Күте тұрайық. А то шығарып жүреді екен сразу. Так. Осыдан кейін добавить, менде сеть ұстамай отыр. Сіздерде жасалу керек. Так, добавить дегеннен кейін уже сіздерде мына жерде сведения о детях дегенде уже балаларыңыз туралы балаларыңыздың аты жөні шығып тұрады. Осылай балаларыңыздың тіркелгенін білсеңіздер болады. Меніңше өте пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Жасап көріңіздер.